Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін Атом Evening-ке жиынтығының қалай қолданылатыны жайлы видеода көрсететін боламын. Бұл өнімді біз 365 күндік спа уход деп атаймыз, өйткені осы 4 өнім косметологқа бір барған походты алмастырады. Бірінші бізде Deep Cleanser, бұл макияжды кетіретін өнім, екінші Foam Cleanser, пенка, үшіншісі Peeling Gel, төртіншісі маска, Peel Off Mask, маска пленка, терімізді тереңнен тазартады. Ал кеттік. Бірінші этап гидрофильді май. Бұл макияжды кетіретін өнім болып саналады. Құрғақ теріге жағамыз және де массажбен қимылдармен ысқылаймыз. Гидрофильді майдың тағы да бір қызметі бар, бетті нәрлендіреді және де гипоаллергенді кез келген теріге болады, бетіңізге реакция бермейді. Беттегі макияж толығымен шығу үшін бетіңізді бірнеше минут ысқылап, содан кейін майды тез кетіру үшін сулы мақта дискісімен бетіңізді сүртіп тастасаңыз болады. Одан кейін пенка қолданасыз. Екінші этап бізде Foam Cleanser, бұл пенка. Пенка теріні өте терең тазалайды және жуған соң теріңіздің бір тонға ағарғанын байқайсыз. Пенкамен жуар алдын міндетті түрде бетіңіз сулы болу керек. Ал қолданатын кезде кішкене жүгердей ғана сығып, оны міндетті түрде алақаныңызды көп ішуіңіз керек. Бетіңізге бірден жағатын болсаңыз, теріңіз құрғап кетуі мүмкін. Пенкада аллергия бермейді, кез келген теріге қолдана беруге болады. Бетіңізді пенкадан кейін жақсылап сүртіп дайындап алыңыз келесі пилинг этабына. Үшінші этап Peeling Gel. Peeling Gelді міндетті түрде таза және де құрғақ бетке жағу керек. Сонда ғана өлі клеткалар жақсы алынатын болады. Пилингті жағудың нұсқаулығы тым көп және де тым аз жағуға болмайды, орташа жағу керек. Мысалға, нанға сармайды жаққандай деп айтса болады. Тек көзіңіздің айналасына тигізбеңіз. Көзіңіздің айналасынан пилингті мүлдем жақындатуға болмайды. Жақып болған соң 1 минут күту керек, гель су сияқты сұйылады. 1 минут өтті, бетімді массаждық қимылдармен езе бастаймын. Есіңізде болсын, пилинг гельден кремез, өлі терілер шығады. Ал егер де бетіңізге ұзақ уақыт пилинг жасамаған болсаңыз, мүмкін кірде шығуы мүмкін. Мысалға, осындай аппақ өлі терілер шығады. Болған соң міндетті түрде жуып тастаймыз. Соңғы этап Peel Off Mask. Бұл маска пленка. Теріңізді тыныштандырады, шлактардан тазартады және де ағартады. Сонымен қатар Peel Off Mask'ның қызметі мұрын айналасындағы қара точкаларды кетіруге көмектеседі. Масканы жағу әдісі бар. Иегіңізден жоғары қарай жағасыз, сонда лифтинг әсерін береді. Және де масканы қалыңырақ қылып жағу керек. Жұқа қылып жағатын болсаңыз, кепкен кезде алынуы қиын болады. Бетіңіздің барлық бөлігіне, еріннің үстіне, мұрынның айналасына барлығына жағуға болады. Тек қана көзіңіздің айналасына жақындатпайсыз. Және де толығымен жағып болған соң, масканың кебуін 20 немесе 30 минуттай күтеміз. Масканы алу тәсілі иектің астынан бастап алу керек. Себебі біздің теріміз жоғары қарай тартылу үшін, лифтинг әсерін беру үшін дәл осы әдіс өте жақсы болып саналады. Деп масканы алған соң бетім демалғандай болады. Маскадан кейін міндетті түрде тонер жағыңыз. 4 этапты жиынтықпен тазалаған соң бет қорғауы мүмкін, сондықтан да тонер кремсіз бетіңізге декоративті косметиканы қолданбаңыз. Тонердің әсері теріні ылғалдандырады, тыныштандырады, теріні тым қатты қорғаудан және де әжім түсуден сақтайды. Осымен 4 этапты жиынтық бітті.